Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтарлаушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписациядан барын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Үндістанда туристер мінген автобус өртеніп, 20 адам қаза тапты. Үндістанда туристерге толы автобус мотоциклмен соқтығысып, өртке оранды. Салдарынан 20 адам қаза тапты. Оқиға бүгін таңертең болған деп хабарлайды Индиан Экспресске сілтеме жасаған Казнур-Каза. Жантүршігерлік оқиға Андхра-Прадеш штатында болды. Автобус Хайдарабадтан Бангалоруға кетіп бара жатқан. Өрт мотоциклмен соқтығысқаннан кейін шыққан. Басылымның мәліметінше автобустың жанармай багы тұтанған. Алдын ала мәлімет бойынша мотоцикл жанармай багын зақымдаған. Жүргізушілердің бірі өртті байқап ұйықтап жатқан екінші жүргізушіні оятқан. Олар өрттің ауқымын дұрыс бағаламай, оны өздері сумен сөндіруге тырысқан. Жергілікті биліктің хабарлауынша, оқиға кезінде автобуста 41 адам болған. Ресми тұлғалардың айтуынша 21 жолаушы зардап шеккен, ал 20 адам қаза тапқан. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.